Жамбыл облысының білім басқармасы Байзақ ауданының білім бөлімінің Бәйтерек бөбекжай бақшасының педагог, модератор санатты тәрбиешісі Истаева Гүлбақыт Жәнібекқызы. Педагог 1981 жылы Шымкент қаласы Ордабасы ауданы Ақбұлақ ауылында дүниеге келген. 1996 жылғы Ордабасы ауданы Ақбұлақ ауылында Ақбұлақ орта мектебінің түлегі, 2019 жылы аймақтық әлеуметтік инновациялық университетін бастауыш сынып мұғалімі ретінде аяқтады. Еңбек жолын Гүлбақыт Жәнібекқызы Бәйтерек бөбекжай бақшасында 2020 жылдан бері тәрбиеші ретінде қызмет атқарып келеді. Жалпы еңбек өтілі 5 жыл, біліктілік арттыру құжаттары бұл кәсіби шеберлікті дамытуға, педагогикалық жаңа дағдыларын қалыптастыруға бағытталған мақсатты процесс болғандықтан Гүлбақыт Жәнібекқызы 2022 жылы қыркүйек айында өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында технологияларды қолдану бойынша педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыру бойынша дамыту тақырыбымен біліктілігін арттырды. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті инклюзия жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқытудағы инновациялық тәсілдері, мінез құлықты қолданбалы талдау терапия, мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдердің мінез құлықтың бұзушылықтарын түзету оқыту, реабилитациялау және дамыту курсын оқып аяқтап инклюзивті білім беруді қажет ететін өз тәрбиеленушілерімен жұмыс жасап отыр. Тәжірибе алаңы республикалық ғылыми әдістемелік журналына салт дәстүрі елімнің атты мақала жариялап, дарын шығармашылық орталығынан сертификат пен алғыс хат берілді. Жаңа Қазақстан Республикалық дарынды жастарды қолдау ұйымының ұйымдастырылуымен қысқа жайыптары атты сурет және қол өнер байқауында өнер көрсетіп жеңімпаз атанған үшін екінші дәрежелі дипломмен Ерік Алимансыр, Қанат Медина, Чакалов Салих марапатталды. Алғыс хат қысқа жайыптары атты екінші республикалық шығармашылық байқауында тәрбиеленушілердің жеңімпаз атанып, жоғарғы нәтиже көрсетті. Сюжеттік рөлдік ойындар көрмесі атты аудандық байқауында ұжыммен бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жамбыл облысы білім және ғылым қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігінің филиалы Байзақ аудандық комитетінен құрмет грамотасымен марапатталды. Ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталығы ұйымдастырған облыстық үздік тәрбиешілер арасындағы онлайн олимпиадасының жеңімпазы бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Бурыл ауылдық округінің әкімдігі болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған бармағынан бал тамған аспаз атты келіндер сайысында ең үздік аспаздық шеберлігін көрсеткен үшін бас жүлдемен марапатталды. Тәуелсіздік тұғыры атты облыстық фестивалінде екінші дәрежелі дипломмен тәрбиеленушілеріміз марапатталды. 2024 жылы Тараз қаласында өткен мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқытуда бестемше ұлттық ойынын үйретудің әдістемелік ерекшеліктері атты шеберлік курсына жоғары деңгейде қатысып сертификат берілді. Жүрегімді балаларға арнаймын атты аудандық фестивалінде ұжыммен екінші дәрежелі дипломмен марапатталды.